строить. Никогда много не бывает. Слава Аллаху, слава Богу, все знают и говорят. Ол мешіт көп болса, ол артық етпейді деп ойлаймын. Олардікі дұрыс емес, но оларға да какой привет, такой ответ қой. Новая церковь строится. Да. Никто не против. Как это, правильно или неправильно? Это тупость. Мешіттің құрылысына қарсы болған мәскеуліктерді білеміз, иә? Мы здесь собрались для того, чтобы отстоять свои православные места и не дать построить здесь незаконно мечеть и осквернить наши места. Түбі белгілі болды, яғни бір үлкен мешіттің орнына және де сол жерден емес, басқа жерден кішілеу мешіт салынатын болды. Оған да шүкір енді. Бірақ біздің бұл жердегі қозғайын деген мәселеміз, біздің қазақстандықтар, алматылықтар осындай мешіт, болмаса шіркеу, синагога сияқты құрылыстарға не дейді екен. Соған жақсы жауап берген қазақстандық, алматылық тұрғындарға біз осындай пайдалы бір жеңіл кітаптарды сыйға тартамыз. Пайғамбарымыздың хадисінде бір-біріңе сыйлық беріңдер, сол кезде сендер бір-біріңді жақсы көресіңдер дейді. Молодежь, можно социальный опрос? Спасибо. Социальный такой вопрос. Вот как казахстанцы смотрят на строительство мечетей, церквей? Вот. Положительно. Да. Ну, конечно, Бог один, только вера разная. Алматының қақ ортасында шіркеу бар, мысалы. Енді тура осындай шіркеуді, тура осылай православдық па, католиктік па бір шіркеу саламыз десе қарсы болатын ба едің? Әрине. Қарсы боласың. Иә. Мысалы Мәскеуде жағдай болды, орыстар жаңа мешітке қарсы болды. Ол қалай дұрыс па олардікі? Олардікі дұрыс емес, но оларға да какой привет, такой ответ қой. Олар рұқсат берсе? Берсе енді ол халыққа байланысты ғой. Орыстар егер көп тұрып, жаңағы дінді өздері не қылатындар. Сол діндегілер. Ол кезде енді болады, былай білмеймін, даже айта алмаймын. Жақсы, рахмет. Вот в Москве слышали, наверное, против там строительства мечети. Как вы относитесь к этому? Не слышал, в Москве нормально все. Да? Не слышали? Я недавно приехал с Москвы. Там хотели построить мечеть просто? Мечети строятся там. Да, Я лично видел, строится мечеть. Ну, церковь есть, вот церковь. Это мечети есть, по-моему, здесь достаточно всего. Спасибо большое. Больницу Знаете, лучше церкви построить. никогда много не бывает. Правильно говорите? Да, правильно. Я сам живу в Санкт-Петербурге, у нас прекрасная, хорошая мечеть. И молитвы проходят очень успешно. Возле Слава метро, все, да. Слава Аллаху, слава Богу, все знают и говорят. И живут все вполне нормально. В центре Алматы построили бы еще одну церковь, да? Как вы думаете, казахстанцы или казахи или другие нации были бы против? А я скажу, Касым, здесь не одна церковь и не один собор. А в центре есть еще, где Никольский базар. Да. Да, внешне. И никто никогда против не был. Всё, Правильно. Спасибо, правильно. Да, вот это мы хотели донести. У нас есть для вас подарок. Можно? Небольшой? Небольшой такой. Я Смотрите, живу. хорошая Я в книга. Алмате живу. Вселенная, Коран и человек. Енді Мәскеуде мешіт салуға қарсы болған ресейліктерге не дер едіңіз? Олар да зайырлы мемлекет болған екен, сол барлық ұлттардың діндеріне құрмет көрсету керек деп ойлаймын. Рахмет. Ал егерде Қазақстанда, Алматыда тағы бір мешіт салынады десе, ойыңыз қандай? Қазір айтады ғой, мешіт салғаннан гөрі мектеп салған жақсы ғой деп, жол салса деп айтады. Мешіт салған дұрыс деп ойлаймын. Себебі қазір мешіттерде көбінесе сыймай жатады да. Әсіресе ораза кезінде қазір жастардың көбісі мешітке барып жатқанын байқаймыз да. Ол мешіт көп болса, ол артық етпейді деп ойлаймын. Алланың үйі керісінше көп болғаны өзімізге де жақсы сияқты. Мынау польза от трудностей и испытаний. Біз әдейі орысшасын алдық, өйткені орыс тұрғындардан көбінесе сұрап отырмыз, бірақ қазақ тілде адамдар сұрап отырмыз. Рахмет. Жақсы. Май қазақ. Ұмытпаңыз, қараңыз. Жақсы. Вышли люди против строительства мечети. Я считаю, неправильно. А если вот в Алмате решат построить еще одну церковь и выйдут, как вы думаете, казахи или другие нации выйдут ли против строительства церкви? Думаю, нет, потому что у нас же есть церкви, и строятся они. Да. Я знаю, вот у нас на Гёте новая церковь строится. Да. Никто не против. Вам подарок. 6 дней на пути к Аллаху. Просто почитайте. Хорошо, Рахмет. Ладно, спасибо. Всего хорошего. Все они вышли против строительства мечети в Москве. Как это, правильно или неправильно? Это тупость. Я вообще атеист. Я ни в Христа, ни в кого
Ну, я абсолютно толерантно отношусь. Если людям нравится, что угодно пусть строят, конечно. Несмотря на то, где ты живешь, ты сам выбираешь свое вероисповедание, и ну, здесь есть верующие христиане, например, да, и им никто ничего не говорит. Ну, все-таки стоит учитывать тот факт, что в Москве, наверное, живет огромное количество людей, и это огромное количество людей вероисповедуют разные религии, и поэтому надо учитывать их потребности тоже. Если они хотят, допустим, вот месяц Рамадан пойти помолиться, то это важно учитывать и не запрещать. Вот здесь только поделите, кому что. Спасибо. Это на пути Аллаха, это 40 рассказов. Держите, да? Да? Кабул болсын. Спасибо. Кабыл болсын. Так они не против самой мечети, насколько я знаю, они были против места, там, Место, место Святое озеро, там, Мгм. для православных, там, оно как бы специальное, поэтому я так думаю, что мечеть надо строить в Москве, надо большую мечеть строить, может, 2 надо строить, там же много мусульман живет, просто, может, надо с местом договориться, с местом, чтобы она никого не раздражала. Спасибо. Вы откуда? Если Ну, не секрет. С Петербурга. Можно вам тогда подарок дадим? Мы хотели такой подарок, книгу. Пора понимать Коран. Спасибо. Спасибо вам большое. Міне Санкт-Петербургтен келген қонағымыз да бұндайға қарсы болып жатыр, яғни мешіттің салынбауына қарсы болып жатыр. Мешіттің болғаны дұрыс дейді. Типа, если будут против мечети и так далее, то как-то будет неправильно. Типа, там, люди же бывают верующие и неверующие. Если откажутся, тогда стопудово верующие там скажут, что ну что за беспредел. Типа, у нас есть, а там нет. Нет, неправильно. Я считаю, что должны поставить мечеть. Да? Я за, чтобы была мечеть. Я сама из Беларуси, белорусская, но у нас насчет этого есть и мечеть в Минске, и церковь, и как-то люди к этому нормально относятся. Я думаю, это, наверное, отдельные люди такие, которые вот действительно, чтобы вот эта межнациональность была. Ну, я не знаю, я, например, за, чтобы была мечеть. Мне кажется, в каждом городе, если нас много национальностей проживает, тем более мы как такие содружеские страны, как Казахстан, Россия, я считаю, что мечеть обязательно должна быть. Біз өзіміздің қазақстандық, алматылық тұрғындардың ойларын білдік. Білесіздер ме? Политрук Клочков былай деген. Ресей деген кең дала, бірақ артымызда Мәскеу деп, Мәскеуді құтқарып қалған кезінде. Осыны қорғаған біздің сонау батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы атамыз да бар. Сол соғыста Азиядағы ең көп қайтыс болған ол қазақстандықтар немістермен соғысып, Ресейді, СССРді құтқарып қалған. Ал енді мәскеуліктер, сол ресейліктер қазір мұсылмандардың мешіт салуына қарсы болып, митинг жариялап, мұсылмандарға кет деді. Басқа жерден салыңдар деп талап етті. Бізде Қазақстанда, мен Құдайға шүкір, Алматының қақ ортасында шіркеуіміз тұр. Одан сәл төмен жағында мешітіміз тұр. Оның ар жағында синагогасы бар. Астанада тағы да бір шіркеу салынып жатыр. Бәріміз білеміз. Алматының Гёте көшесінде тағы бір шіркеу салынып жатыр. Ешбір қазақ, болмаса ешбір мұсылман оған қарсы шыққан емес. Құдайға шүкір, біз толерантты көзқарасты өмір сүреміз. Егер де әрбір жердің бетіндегі адам толерантты болатын болса, онда әрбір дін өкіліне жеңіл қарайтын еді, түсіністікпен қарар еді. Сондықтан да құрметті қазақстандықтар, біз көп ұлтты елде тұрғандықтан бейбітшіліктің тұғыры ол түсіністікте. Менікі ғана дұрыс деп қалмау керек. Бәріміз бір Құдайдың құлымыз.